Ассаламу алейкум, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі духовкасыз дайындалатын керемет десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз сүт, желатин, ванильный сахар, сметана, қант және де жұмыртқамыздың тек қана сарысы, осындай сүтіміздің коробкасы және де қайшымыз қажет болады. Сүтіміздің барлық мөлшерінен 100 мл сүтімізді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Оған яғни желатинімізді салып, бөлек яғни дайын болғанша қойып қоятын боламыз. Бөлек ыдысымызға қантымызды, жұмыртқамыздың сарысын салып, сүтімізді құйып, бірінші барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін отымызға қойып, қайнағанша осылай жақсылап араластырамыз. Яғни бұл жерде ескеретін жайт, бізде жұмыртқамыз пісіп кетпеуі қажет, тек қана қайнағанын күтеміз. Осылай бөлек ыдысымызға суығанша қоятын боламыз. Коробкамызды осылай құюға ыңғайлы болу үшін төрт бұрыштап бет жағын кесіп алатын боламыз. Одан кейін қақпағын міндетті түрде қаттылап жауып алатын боламыз. Сметанамызға ванильный сахарымызды жақсылап араластырып, барлығын яғни дайын массамызға құямыз және де желатинімізді салып, ұсақтап туралған, яғни грек жаңғағын қосып жіберулеріңізге болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Одан кейін барлық массамызды коробкамызға құйып, фольгамен бетін жауып, холодильнигімізге 3 сағат көлемінде қатқанша күтетін боламыз. Десертіміз дайын болғаннан кейін осылай қайшымен коробкамыздың шет жағын абайлап кесіп, десертімізді коробкамыздан шығарып алатын боламыз. Десерт өте нәзік болып шығады және дәмі бір пломбир балмұздағына да ұқсас болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.